Қайырлы күн, Кенжетай Ниязұлы. Біз аудан әкімдігіне сіздің балаңызды арнайы марапаттауға келген болатынбыз. Осының қарсаңында сізбен жүздесу ретте түспейді деп, сонымен өзіңізбен бір жүздесіп сұхбаттассақ деген болатынбыз. Батыр балаңыз ауданда біраз әскери қызметке кетіп жатыр, бірақ соның ішінен суырылып алға шыққан бала болғаннан кейін сізге арнайы алғыс хат бөлініп отыр. Сол сұхбатымызды бастасақ деймін. Балаңыз қай жылы, қай бөлімде, қай әскери бөлімде борышын өтеп жатыр? Кенжетай Байостан мен 5-ші балам. Ола осы декабрь айында кетті, 2025 декабрь айында үш-шіден шығып, сонымен Алматыға түсті. 36-та алып салдым, бойынша ұмытып қалып отырмын. Сошы жерде қызмет жасап жатыр. Январь айында присягасына барып қайттық. Қызмет жасап жатыр. Балдарымның бәрі барған, армияға 6 жыл бар, 5-еуі барды. Біреуінде үйленіп себептермен бара алмай қалды. Жақсы, келесі сұрағымызға оралсақ, әскери қызметке ұлыңыздың мінезі қалай өзгереді деп ойлайсыз? Енді әскери қызметке адам барғаннан кейін балдардың ортасында болады. Елді көреді, жерді көреді, адамдарды көреді, қызметті көреді, бұйрықты көреді. Өзгереді ғой, өзімізде армияда болдық, совет үкіметінің кезінде. Сол өмірді өзгертеді адам бала. Рахмет. Жалпы енді Байсұлтан балаңыз ол жақта осы әскери қызметпен байланысты осы мынау құқық қорғау органдарында осы қызмет етуге ниетті ма балаңыз? Мен балам, мен өзім ішкі істер бөлімінің зейнеткермін, 25 жыл істеп, отставка пенсияға шыққан капитанмен. Сонымен балдарым бәрі осы қызметке тұрғысы келеді, бірақ енді кейбіреулерде дұрыс болмады. Бірақ бұл бала осы милицияға тұрамын дейтін оларса. Енді қарай құдай көректі енді. Келіп жатса, ана күндер ізінен барған кезімізде военчастағы басшылар айтып жатыр ғой, бұлардың оқуға әшейін квотасын бәрін береміз деп. Соң оңдап, оңынан көп кетсе, құдай оңдап. Жұмысқа тұрғысы келеді ғой, қызметке. Жалпы сіздің ойыңызша әскерге барған дұрыс па, әскерден бас тартатын ата-аналарға өзіңіздің айтар ойыңыз? Енді әскерге барған дұрыс қой. Ер адам әскерге барған дұрыс. Бірақ енді ол бармай жатқандары телевизордан неше түрлі нәрселерді көрсетіп жатыр. Кім баласын жібергісі келеді. Бәрімізде жанымыз шығып отырады, амал жоқ. Бірақ әскерге барған дұрыс. Енді мынау соңғы сұрақ, жалпы осы Байсұлтан балаңыз әскери қызметке аттануды сіздің ойыңызбен бе әлде өзінің қызығушылығымен аттанды ма? Жоқ, ол өз обасында армияға барам деп жүрген, бірақ ол ана неге барғысы келді, ұланға. Оны реті болмады, сөйтіп, бірақ енді уақыты келіп, соны кетті ғой. Өзінің несі? Біз балдардың бәрі 6 алтауының біреуі бара алмай қалды, қалғандарын армияға барды. Жалпы мынау әскерде жүрген сарбаздарға өзіңіздің жылы лебізіңіз болса? Жылы лебізім сарбаздар жақсы қызмет жасасын, жақсы служит етсін, басшыларға қарсы келмесін, тәртіпке бағынған құл болмайды деген ғой. Енді айтқан істеп, қызмет жасап, балаша әке-шешелеріне аман-есен қайтып оралсын. Сол айтады. Так, рахмет. Уақыт бөліп, уақыт жоқ кезде осындай уақыт тапшы кезде уақыт бөлгеніңіз үшін алғысымызды білдіремін. Енді мынау сіздің Байсұлтан балаңыз қызметін адал атқарып жүргендіктен, құрметті Кенжетай Ниязұлы, сізге елін сүйген, елік тәрбиелеп ту еткен, ұл тәрбиелегеніңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін деп жатыр. Ұлыңыз Байсұлтан Кенжетайұлы отан алдындағы борышын абыроймен атқарып келеді. Ел игілігіндегі адал қызмет етіп, оның әскери қызметтегі жауапкершілігі жоғары. Сіздің балаңызға мықты денсаулық, отбасына бақ береке, амандық тілейміз. Өзіңізге орталарыңызда қуанышпен оралуына тілектеспін деп тілегін білдірген. Құрметпен Қазалы ауданы әкімі орынбасары Әлиев Жәнібек Алмасұлы, алғысқа табыстауға рұқсат етіңіз.